Шолпан қонақты айдары Ақмола облысының Ерейменті ауданына жетті. Бұл Торғай ауылы, мұнда 1851 тұрғын бар екен. Бүгін біз осы ауылдың тыныс-тіршілігімен танысамыз. Туристерді қызықтыратын тұмса табиғатын аралаймыз. Әсіресе тарихи жәдігерлерін жіті назар қаламыз. Бұл елді мекен Астанадан небәрі 120 шақырым жерде орналасқан. Тақтайдай тегіс жолмен мұнда келуге көп уақыт кетпейді. Халқы қонақжай, даласы туристік нысандарға толы. Қазір біз Әлем Нашырақ Шәкенұлының шаңырағына келіп тұрмыз. Киізден, бұйым, темірден түйін түйген шебердің туындыларын бірге қарайық. Ассалаумағалейкум аға. Уалейкум. Бес қарудың түр-түрін көріп тұрмыз ғой, енді бірнеше нұсқасын. Қылыш бар екен, айбалта, қанжар. Жалпы осындай бұйымдар жасағанда көбіне неге мән беру керек? Сіздер тарихты зерттейсіздер ме? Енді ол қазақтың бұрын ертеден енді бес қару жолда серігі болған ғой енді. Сол үшін оның қалай жасалған, қандай модельде ұстаған деген соны енді соған сәйкестіріп негіздеп жасайды. Мына қылышты көріп тұрмыз қазір. Қазақ кәдімгі шынайы қылыш екен. Шынайы батырлардың ұстаған енді қылыштар, модель. Қайқы қылыш дейміз ғой. Бұйымдарды жасауға материалды көбіне қайдан аласыздар? Мен қарапайым материалдан жасаймын. Мысалында қамшыларды жасағанда тері қайыстарды қолдан енді тоғымның сый қарамалды терісінен илеп содан жасап жүрміз енді. Шалғайдағы Торғай ауылында орналасқан ал мына бір шаруашылық бүгінде араб елдеріне қой етін экспорттап отыр. Мысалға мына Гемшер деген тұқымды Ұлыбританиядан арнайы алып келіпті. Сыртқы ерекшелігі туралы айтатын болсақ, ұзын құйрығы бар, енді көзге көрініп тұрғаны. Өзіміз білетін меринос қойларына қатты ұқсайды. Қазір енді шаруашылықтың басшысымен сөйлесіп, мән-жайын жалпы осы шаруашылықтың барысы туралы әңгімелесейік. Негізі бұл Гемшер деген порода. Оны біз байыс деген аналық қоймен будандастырып, етті сүбегі жинайтын будан порода шығарып жатырмыз. Сол породаның тоқтыларын араб елдерінде жақсы қабылдайды. Қазақ қойлары болатын болса, ол құйрыққа жинайды ғой. Иә. Кеуде жағында ет жоқ. Салмақтары негізінен 60-70 килоға дейін болады. Еті где-то 30-35 килограмм. Ауылға жел турбиналар арқылы жарық беріледі. Байқағанымыз мұндай станциялардың бұл маңда бірнеше орналасқан. Соған қарағанда ауа райы көбіне желді мекен екен деп топшыладық. Жел электр станциясы қалай жұмыс істейді жалпы? Желдің генетикалық энергиясын электр энергиясына айналдырамыз. Біз жекеменшік компаниямыз. Сондықтан бұл қуат көзін жалпы мемлекеттік желіге жібереміз. Ол дегеніміз 110 мың вольт. Күніне неше ватт тоқ өндіресіздер? Желдің жылдамдығы секундына 17-18 метр болған жағдайда сағатына 20 мегаваттқа дейін қуат береміз. Жел электр станциясын орнатар кезінде арнайы табиғаты бір желді өңірлер таңдайсыздар ма? Әрине, жобалау кезінде ең бірінші дұрыс жер таңдалады. Ол аймақтың ауа райы қандай, желді күндері көп пе, бәрі зерттеледі. Сосын барып станция тұрғызылады. Жел электр станциясы несімен тиімді, несімен пайдалы? Бұл экологиялық таза станция. Мұнда қалдық жоқ, мүлдем. Ауаны, атмосфераны ластамайды. Мына менің артындағы турбиналар күні-түні тоқтамай жұмыс істейді. Осылайша мыңдаған отбасына жарықпен қамтамасыз етеді. Ең бастысы табиғатқа зиян келтірмейді. Жаңартылған энергия көздері қоршаған ортаны сақтап қалудың нақты жолы. Жел тұрса, жарық бар. Торғай ауылынан бірнеше шақырым жерде Бұйратау мемлекеттік табиғи парк орналасқан. Құрылғанына бар жоғы 14 жыл ғана болды. Аумағы шамамен 89 мың гектар. Оның атауын жергілікті тұрғындар тау бөктерін бойлай өскен орманға күн сәулесін шашып, әсерінен жоталарға бұйра көлеңке түсуімен байланыстырады.
бұл Жаушоқы теңіз деңгейінен шамамен 450 метр биіктікте орналасқан. Жалпы жаугершілік заманда қазақ батырлары жоңғар шапқыншыларын осы төбенің үстіне шығып бақылап отырған деседі. Яғни әскери стратегиялық та маңызы болған. Бұл жердің қазір туристік әлеуеті қандай? Бұл жердің туристік әлеуеті соңғы жылдар қарқынды жүріп жатыр. Торғай ауылдық округіне кіреді. Жаушоқы, Орташоқы, Ақшоқы таулар кіреді. Және соңғы кездері экотуризм, агротуризм дамып келе жатыр. Ол мына ауылдың өнімдерін сату бойынша қаймақ, сүт, ірімшік, май сату және де аттық спорт, садақ ату, халықпен үлкен жұмыс жүргізіліп жатыр әкімшілік тарапынан. Әрине, туризмнің қарқынды дамуы халықтың деңгейін көтеруіне үлкен әсер тигізеді. Жылына қанша турист келеді? Бізде жылына 10 мың турист келіп отыр. Мына жерде көпшілік құбыжықтың тілі деп атап кеткен, ал жергілікті тұрғындар сұңқардың тұмсығы деп те сипаттап жатады. Неде болса табиғаттың бір тамашасы. Бұл жерге жету оңай емес, сондай-ақ қорықшылардан рұқсат алу керек арнайы. Менің қасымда қазір Самұрат. Қай жақтан келдіңіз? Мен Қостанай облысы Рудный қаласынан келіп тұрмын. Келгенім бір-ақ сағат қана болды. Қалай, ұнап жатыр ма? Өте керемет жер. Өзім осы жерді 2 жыл болды. Аңсап келгім жүргеніне интернеттен талай көргем. Статьялар оқып интернеттен. Сол енді Аллаға шүкір осы жылы беріп тұр, келіп тұрмын. Тағы да бір қызықты дерек, баршамызға тарихтан белгілі құлагер Еремен жеріндегі Қусақ көлінің айналасында болған аламанда опат болды. Бұл шамамен 1876 жылы 300-ге сауын айтып жар салынған Сағынайдың астында болған оқиға еді. Қазақ поэзиясының құлагер атанған Ілияс Жансүгіров құлагер поэмасында айнадай мөлдіреген Қусақ көлі, осы еді Еременде жердің сөлі. Ел жайлап, мал жайылып, думан болған, жайдырған жасыл кілем жұмақ жерде жырлаған. Осындай тарихи мекенде жүрміз қазір. Бұлайша айтқанда Бөгенбай батыр, Үмбетей жырау, Бапам мен Саққұлақ билер шыққан шежірелі өңір ғой. Бұйратаудың аумағында қола дәуірінен бастап орта ғасырларға дейінгі бірнеше мыңжылдықтың тарихи ескерткіштерін жолықтыруға болады. Мысалға, мынау Құмай өзенінің сол жақ жағалауында 2,5 шақырым жерде тұрған Қос Батыр балбалтас кешені. Бұл жәдігерлер туралы не белгілі? Бұл ескерткіштер 6-7 ғасырдағы түрік қағанатына тән. Қарап отырсаңыздар, оң қолына кесе, сол қолына қанжар ұстаған. Ежелгі аңыздарға сүйенсек, бұл батырлар қолындағы кесемен су ішіп, ант қабылдаған деседі. Мінекей мына жерде анық көрініп тұр, мына кесе, қанжары мінекей мына жерде тұр. Тіпті қараңыздар, қасы мен көзі, мұрны, аузы, мінекей құлағындағы сырғасына дейін анық көрініп тұр. Бүгінгі Бұйратаудың базарлығы міне осындай. 100 рет естігенше бір рет көрген артық. Қазыналы мекенде бір күнде толық қамтып шығу мүмкін емес. Алайда негізгі туристік бағыттарын көрсетуге тырыстық. Ендеше келуіңізге кім кедергі?